Қызылорда облысының полиция департаменті жоғарғы оқу орындарымен тығыз байланыста жұмыс істейді. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қорқыт Ата атындағы және Болашақ университеттерімен 2019 жылы өзара қызметтік және ынтымақтастық туралы меморандум бекітілген болатын. Меморандумның мақсаты студенттердің болашақ мамандықты таңдау ниетін қалыптастыру, жаңа формацияда заңгер мамандарын даярлау, ішкі істер органдарында қызмет етуге ниет білдірген түлектерді ішкі істер органдары қатарына қызметке шақыру болып табылады. Біз сол меморандум аясында көптеген біраз жұмыстар орын алып жүзеге асырылуда. Биылғы оқу жылынан бастап полиция департаментінің кадрлары келіп, осында практик мамандар практикалық сабақтарды жүргізіп жатыр. Бұл полиция департаментінің аға криминалисті Ильяс Райханов жүргізетін практикалық сабақ. Студенттер оқиға орнында дәлелдер жинауды үйренеді. Криминалист практик дәлелдемелерді табу және оларды белгілеу әдістері мен тәсілдерін түсіндіреді. Ал мына практикалық сабақта сот отырысын қайта құру көрсетілуде. Сабақты департаменттің тергеу басқармасының бастығы Әбдібек Жаназаров және анықтау басқармасы бастығының орынбасары Назарбек Жамаладдин өткізуде. Олар студенттерге қылмыстық іс-әрекеттерді саралау, қылмыстық істер бойынша тергеу жүргізу ерекшеліктерін үйретеді. Студенттерге Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу және әкімшілік заңнамаларына қандай өзгерістер мен толықтырулар енгізілгені туралы айтылады. Қазіргі таңда осы меморандум аясында университеттің түлектерін жұмысқа тарту жұмыстары үлкен қарқынды дамып келеді. Біздің жалпы ынтымақтастығымыз шеңберінде оқу жоспарларын түзете отырып, мамандар даярлаудар осы полиция департаментінің жұмыс беруші ретіндегі талаптарын ескеріп, пәндерді жаңартылуы жүзеге асырылуда. Полицейлер мен жоғарғы оқу орындары ғылыми және білім беру салаларында ынтымақтасады. Бірлескен білім беру және ғылыми зерттеу жобаларын іске асырады. Кәсіптік бағдарлау жүйесін дамытады. Жыл сайын университеттерге тергеу, анықтау және криминалистика саласындағы полиция практиктер келеді. Яғни жоғарғы оқу орындары қабырғасында студенттер мамандығы бойынша теориялық және практикалық білім алады. Биылғы оқу жылы сабақтары кафедра ұйымдастырумен, жаңа бағыт-бағдармен, жаңашылдықпен басталды. Кафедра мұғалімдерінен бөлек ішкі істер департаментінің мамандары сабақ бере бастады. Мамандығымызға байланысты практик мамандардың сабақ бергені оқуға деген ықыласымызды өздерінің дәрістері арқылы мамандығымызға деген құштарлықты арттырып, алға қойған мақсатымызға жетуге ақыл кеңестерін айтып, мықты маман иесі болуға мүмкіндік беруде. Студенттер полиция департаментіне жиі келеді. Мұнда олар өздерінің функционалдық міндеттерін, жұмыс көлемін түсініп, басқа практикалық білім ала алады. Полиция департаментінің оқу-жаттығу полигоны базасында криминалистикалық оқу-жаттығу полигоны жаңа жобасын іске асыру жоспарлануда. Онда тергеушілер, жедел уәкілдер мен криминалистерді дайындау үшін оқиға орнын және басқа да тергеу әрекеттерін қарау бойынша оқу-жаттығу сабақтары өткізіледі.